Сәлеметсіңдер ме балалар? Біз 8-ші сыныптың материалдарымен ары қарай танысамыз. Біз бүгін жаңа бөлімді бастаймыз. Ол бөлімнің аты тыныс алу деп аталады. Соның бірінші параграфы газ алмасу. Негізінен тыныс алу дегеніміз не? Тыныс алу дегеніміз ағза мен қоршаған ортаның арасындағы газ алмасу. Осыны біз тыныс алу деп атаймыз. Негізінен кез келген тірі ағза, ол өсімдік болсын, ол жануар болсын, ол адам болсын, сыртқы ортамен газ алмасады. Яғни ол дегеніміз не? Оттегін аламыз, көмір қышқыл газын шығарамыз. Біздің денемізде өкінішке орай оттектің қоры жоқ. Сондықтан біз үнемі тыныс алуға мәжбүрміз. Бізде тыныс алған кезде екі жүйе қатысады. Бірінші жүйе ол тыныс алу жүйесі, екінші жүйе қан айналым жүйесі. Неге тыныс алу мен қан айналым жүйесі бірге жүреді? Себебі газ алмасуды тыныс алу жүзеге асырса, ал ол тыныс алған кезде қаннан көмір қышқыл газын шығару, немесе қан арқылы бүкіл денелерге оттегін беріп, одан көмір қышқыл газын алуды қан айналым жүйесі жүзеге асырады. Сондықтан тыныс алу және қан айналым немесе қан тарату жүйесін екеуін біріктіріп, біз кардиореспираторлы жүйе деп атаймыз. Кардиореспираторлы жүйе. Яғни кардио дегеніміз ол қан айналым жүйесі, респираторлы дегеніміз ол тыныс алу жүйесі. Яғни кардиореспираторлы жүйе дегеніміз, яғни тыныс алуға қатысатын жүйе. Негізі оттек бізге не үшін керек? Оттек бізге энергия алу үшін керек. Біздің денемізде тамақпен бірге түскен органикалық заттар оттек арқылы тотығады және ыдырайды. Соның нәтижесінде, яғни оттек түседі, органикалық заттар соның нәтижесінде тотығады, ыдырайды. Соның нәтижесінде бізге бөлінеді энергия, көмір қышқыл газы және су бөлінеді. Сондықтан біз үнемі тыныс алуға мәжбүр боламыз. Себебі біздің яғни күнделікті тіршілік әрекетімізге энергия қажет. Ал энергия болу үшін бізге үнемі оттек түсіп тұру керек. Енді тыныс алуды негізінен тыныс алу мүшелерімен танысайықшы. Тыныс алу мүшелері қай жерден басталады? Тыныс алу мүшелері біздің мұрын қуысынан басталады. Мұрын қуысы, жұтқыншақ, көмекей немесе көмей, кеңірдек, бронхы және өкпе болып табылады. Осыларды біз тыныс алу мүшелері дейміз. Егерде бұның схемасын, сызбасын көрсететін болсақ, яғни мұрын қуысы, жұтқыншақ, көмей, кеңірдек, бронхы, кейде оқулықтарда ауа тамыры деп те беріледі, және өкпе. Енді мына сызбаға қарайықшы. Осы сызбаға қарасақ, біз мынаны көреміз. Мынау өкпеге дейін, мынаның бәрі ауа тарату, немесе ауа өтетін жолдар болар. Ауа өтетін жолдар. Ал өкпеде газ алмасу жүреді. Мынау мұрын қуысынан бастап бронхыға шейін ауа өтетін жолдар болып табылады. Ал өкпеде ғана газ алмасу жүреді. Міне тыныс алу жүйелері, яғни мүшелері мұрын қуысынан басталып өкпемен аяқталады. Негізінен біздің денемізге ауа бронхылар арқылы өкпеге барады. Бронхы ұсақ бронхиалдарға таралады. Ол өкпенің альвеолдарларымен аяқталады. Өкпеде балалар бұлшықет жоқ. Өкпеде мүлдем бұлшықет жоқ. Өкпе көпіршіктерінен тұрады. Өкпе көпіршіктерінің атын альвеола деп атайды. Альвеола. Яғни ол әрбір альвеола ұсақ
қан тамырларымен торланып жатады. Яғни ұсақ қан тамырлары, өткен сабақта біз білеміз, оларды капиллярлар дейді. Яғни осы капиллярлармен торланып жатады. Енді біз айтамыз, біз оттекті аламыз, ауамен тыныс аламыз, оттекпен тыныс аламыз дейміз. Сонда атмосфералық ауаның, оттек деп отырғанымыз атмосфералық ауаның құрамындағы қандай газдардың қосындысы болады? Яғни мына тақтаға қараймыз. Тыныс алған кезде атмосфералық ауада азот 78,9%, оттек 20,95%, көмір қышқыл газы 0,3% болады. Ал енді біз айтамыз, көмір қышқыл газын шығардық дейміз. Сонда көмір қышқыл газы деп отырғанымыз не? Егерде оны біз анығырақ анықтайтын болсақ, ол кезде тыныс шығарған кезде азот 78,9%, оттек 16%, көмір қышқыл газы 4% болады. Міне, балалар, қарап отырсаңдар, бізде өзгермейтін міне азот. Азот мүлде өзгермейді. Ал енді оттекке қараңдар. Тыныс алғанда 20% 195 болса, тыныс шығарғанда ол 16%-ға дейін, яғни азайды. Ал көмір қышқыл газы тыныс алған кезде 0,3% болса, ал тыныс шығарған кезде ол 4%-ға көбейді. Міне, көмір қышқыл газын шығарамыз десек, анығырақ осылай болады. Енді өкпеде альвеола, жаңағы өкпе көпіршіктері, альвеолалар қан тамырымен, капиллярлармен торланып жатар дедік. Осы жерде ұлпалық газ алмасу жүреді. Негізінен ол диффузия заңы бойынша жүреді. Сендер нені білесіңдер, физиканы өттіңдер. Физикада диффузия дегеніміз бір заттың таралуы, араласуы, осыны диффузия дейді. Сонда диффузия заңы бойынша заттың молекуласының концентрациясы жоғарғы жақтан төменгі жаққа өтеді. Мысал үшін, капиллярларда көмір қышқыл газы бар дейік. Ал өкпенің альвеоласында оттек көп. Енді қараңдар, көмір қышқыл газы сынап бағанасымен 47 мм болса, ал ол көпіршіктерде, альвеолаларда 40. Сонда қайда өту керек? Капиллярлар бір қабат эпителийден тұрады. Олар жұқа екен, ұмытпайық. Өткен сабақта айтқанбыз, капиллярларда зат алмасу, газ алмасу процесі жүреді деп. Сонда міне капиллярлардағы көмір қышқыл газы көпіршіктерге өтті, альвеолаларға. Ал көпіршіктегі оттек қайда өтеді? Капиллярға өтеді. Сөйтіп газ алмасады, ұлпадағы газ алмасып тұр. Неге? Себебі міне қараңдар, көрсеткішті қараңдар. Яғни диффузия заңы бойынша жоғарғы концентрациядан төменгі концентрацияға өтеді. Яғни капиллярлардың жұқа қабырғасы арқылы өтіп тұр. Негізінен бұл газ алмасу, яғни оттек қайда түседі? Яғни капиллярлар қабырғасы арқылы бірінші жасуша аралық сұйықтыққа түседі. Одан кейін барып дене жасушаларына беріледі. Бұл қандай шеңбермен берілетін еді? Тағы да өткен сабаққа оралайық. Яғни үлкен қан айналым шеңбері өзінің оксигемоглобин арқылы бүкіл дене жасушасына оттек береді дегенбіз. Ал енді көмір қышқыл газы ұлпа жасушаларына түседі. Жасуша аралық сұйықтыққа түседі, одан кейін барып қанға өтеді. Ал қан өкпеге апарып, өкпеде газ алмасу процесі. Яғни мына жерге қарасаңдар, газ алмасу үдерісі жүреді. Міне, балалар, өкпедегі, яғни газ алмасу осылай жүзеге асады. Сонымен тыныс алу мүшелері қай жерден басталып тұр? Мұрын қуысынан басталып тұр. Немен аяқталып тұр? Өкпемен аяқталып тұр. Өкпенің көпіршіктерінің атын не деп айтадық? Альвеолалар деп атадық. Тыныс алғанда, тыныс шығарғандағы атмосфералық ауаның, яғни оттек деп тұрғанымыз не, көмір қышқыл газы деп тұрғанымыз не, оны біз бүгін сабақта анықтадық. Міне бүгін осымен сабағымыз бітті. Көңіл қойып тыңдағандарыңа көп рахмет. Сұрақтарың болса, біздің арнаға жазылуды ұмытпаңдар. Келесі сабаққа шейін сау болыңдар.